Сәлем достар, біз бүгін қазақ тілі пәнінен 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Бөлімнің атауы қиял әлемі, көлік, жол белгілері, адамның сырт келбеті мен мінезі. Достар, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма мұрагер. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып, мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әркім маған өз байлығы мен ақылын көрсетуі керек дейді. Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп, міне менің байлығым, ал кім бай болса, сол ақылды дейді. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп әдеміленіп келеді де, мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді дейді. Үшінші ұлы күміспен алтын апталған белдігін буынады да, мұндай белдікті ешкім ешқашан тағып көрген емес дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды да, екінші ұлына бұрылып, ең кіші ұлына бұрылып, сен неге үндемейсің, сен қандай байлығыңмен мақтанасың дейді. Сонда кенжесі, менде асыл тас жүзік те, асыл тас та, жүзік те, сәндік киім, алтын күміспен апталған белдік те жоқ. Тек қана жұмысқа жарамды екі қолым мен арманымды орындауға ұмтылар жүрегім бар дейді. Шалға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. Жұмыс істей берген адам жұтамайды деп өзінің кенже ұлын мұрагер санайды. Үлкен балаларына інісін айтқаннан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді. 171 сөз бар екен бұл шығармада. Әкесі сұрақ берілген екен енді осы тапсырма бойынша, осы оқыған мәтін бойынша. Бірінші тапсырма, әкесі нені анықтағысы келді балаларының дейді. Киім киесін, қазына мөлшерін, өмірге көрсетуін, өмірге бейімділігін дейді. Бізде жауап дұрыс болады, д жауабы өмірге бейімділігін. Яғни кейінгі уақытта байлықтарын қалай басқарылып кетеді, сол бойынша көрсетілген еді. Мәтіннің қай бөлігінде қымбат киім киген ұлы туралы айтылған дейді. Мәтіннің ортаншы ұлы, үшінші ұлы күміспен алтын апталған белдігін буынады дейді. Қымбат киім туралы айтылады, бұл ортасында. Мәтіндегі ақсақал неліктен мұрагерлігін кенжесіне тапсырады? Ойыңызды 3 сөйлеммен жазыңыз. Мәтіндегі ақсақал мұрагерлігін кенжесіне тапсырады. Өйткені еңбек еткен адам алдына мақсат қойып соған ұмтылады. Сондықтан қарт кенжесіне сенімділік білдірді. Мәтіннің құрамынан зат есімнің мағыналық түрлерін тауып жаз дейді. Бізде жалқы зат есім бұл адам аттары, жер су аттары. Бұл жерде жалқы есім жоқ. Жалпы бұл барлығы. Кіші әріппен жазылатын барлығы, мысалы мұрагер, шал, ұл, байлық, ақыл, әке, алтын, күміс, тас, белдік, киім, жұмыс, баланы. Бұл жерде зат есімдер ғана, тек қана. Жалпы зат есім. Директі зат есім бұл көзбен көріп, қолмен ұстай алатын зат есім. Асыл тас, көрікті киім, алтын күміспен апталған белдік. Ал дерексіз зат есім қолмен ұстауға болмайды, оған еңбек, арман, сенім, сезім, махаббат дегендер жатады. Бізде екінші тапсырма, құрамы 120-150 сөзден тұратын жазба жұмысы, яғни эссе орындау керек. Тақырыбы, Қазақстанда велосипед жүргізушілеріне бұдан былай тротуармен жүруге тыйым салынады. Тек қана велосипед жолақшыларын не көлік жолдарын пайдалануға рұқсат беріледі. Сауал, сіздің ойыңызша елімізде велосипед жүргізушілер қозғалысына тротуармен жүруге тыйым салу қажет пе дейді. Бұған әркім өзіне эссе жазса болады, немесе осыны жазса да болады. Еуропа қалаларында көптеген адамдар велосипедпен жүреді. Өйткені олар велосипедтің жанар-жағармайды үнемдейтін және қоршаған ортаның ластануын азайтатынын біледі. Соған қарамастан елімізде қала орталығында велосипедпен жүруге тыйым салу туралы шешім шығарды. Ал мен бұл шешіммен толық келісемін. Өйткені осы тұрғыдан өз көзқарасымды түсіндіріп өтсем. Мысалы, менің ойымша бұл шешім дұрыс. Біріншіден, біздің жолдарымыз Еуропадағыдай велосипедпен жүруге арналмаған. Олар тым тар және велосипедтерге арналған арнайы жол жоқ.
Сонымен қатар велосипедтер бізге жол қауіпсіздігі жағдайында көмектеспейді. Тіпті кейде велосипед айдаушылар жиі жол қозғалысы ережесін бұзады және қайғылы жағдайға душар етеді. Тағы да айта кетер жайт, еліміздің солтүстік өңірінің ауа райы велосипед жүрісіне қолайлы емес. Мысалы, қыста жолдарды мұз қатады, күзгі көктемгі жолдар жауынды. Сондықтан велосипед қозғалысына қиындық тудырады. Екіншіден, кей адамдар велосипедпен жүру біздің денсаулығымызға пайдалы деп жатады. Алайда бұл пікірге толықтай келісе алмаймын. Себебі көптеген жол апаттарында велосипед айдаушылар жарақат алып жатады. Кей адамдар велосипед айдау экологиямызға пайдалы деп қарсыласуы мүмкін. Бірақ сіз тезірек жүретін әрі жайлы көлік түрі автомобильге де арнайы тазарту құралын орната аласыз. Қорыта келе, бұл мәселеге түрлі пайым көзқарастар бар. Меніңше, жолда арнайы велосипед жүру жолы болмаған жағдайда қала орталығында велосипед айдауға тыйым салынуы керек. Менің пікірімше, велосипед ауыл арасы сияқты қысқа жолдарда жүретін көлік түрі болып табылады. Жазылымға арналған эссе үлгісі дейді. Яғни осы бойынша эссе жазамыз. Эссе жазасыздар. Ал достар, біздің 5-ші сыныпқа арналған БЖ тапсырмасы 3-ші тоқсандағы аяқталды. Осы БЖ тапсырмамыз сіздерге пайдасы тиіп жатса, достарыңызға пайдасы тисе, егер осы видеомыз ұнап жатса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.